Құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін қазіргі уақыттарда әлеуметтік желілерде хит болып жатқан бешбармақтың езілмейтін, жыртылмайтын қамырын дайындаймыз және оны мұздатқышта сақталу жолын көрсететін боламын. Алдымен 185 грамм суымызға 2 дана жұмыртқа қоссаңыздар болады, бірақ мен бұл рецептте 100 грамм сарыуыз қолдандым, яғни 4 жұмыртқаның сарыуызы, 1 шай қасық тұз және 15 грамм сұйық майды қосып, барлық массамызды біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бір келі жоғары сұрыпты ұнымызды илеуіштен мен өткізіп дайындап алдым. Ұнымыздың ортасын ашып, дайындаған сұйықтығымызды құйып, барлығын жақсылап араластыра отырып, қамыр илейміз. Қамыр басында бірікпейтін сияқты көрінеді, бірақ артық су қоспаңыздар. Кішкене уақыттарыңыз кетеді, бірақ қамырымыз ерекше болып шығады. Езілмейтін, жыртылмайтын, түсі де ерекше әдемі болып келеді. Бұл қамырды мантыға немесе тұшпараға да қолдана аласыздар. Бұл қамыр госстандарт бойынша ақылы мастер-класстардан сатып алынып, өзім қолданып жүрген рецептімді ұсынып тұрмын. Достар, каналымның дамуына үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Одан кейін төменде поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желілерде достарыңызбен осы видеомен бөлісе кетсеңіздер. Комментарий бөлімінде де пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздердің лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Қамырымыз түйіршіксіз болып иленді. Енді қамырды целлофан мешокқа 30 минутқа демалтырып аламыз. 30 минуттан соң қамыр кішкене жұмсарды. 1 келі ұннан 4 дуала нан шығады. Яғни қамырды теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Әр дуаланы тағы да бір рет июін қандырып, тағы да целлофан мешокқа 30 минутқа тындырып аламыз. Менде бас аяғы 1 сағат уақыт тындыруға кетті. Екінші 30 минуттан кейін қамырымыздың июі қанып, тындағыш болып келеді. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Кішкене жұдырықтың көмегімен басып, дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Үстіне ұн сеуіп, оқтаумен жая бастаймыз. Қамырдың июі қанғандықтан жұмыс жасауға өте ыңғайлы, тындағыш болады. Оқтауға орап, қатты салмақ салмай, екі шетін баса отырып, дөңгелете, яғни сағат тілімен айналдыра отырып, қамырымызды жаямыз. Сол кезде қамырымыздың бір келкі болып шығады. Екі шетінен баса отырып жайғандықтан бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып шықпайды. Менде көріп тұрғандарыңыздай басында аздап қана ұн себілді. Сіздерде солай ұнды көп сеппеңіздер, тек қана бастапқы кезде кішкене ғана сеуіп алсаңыздар болады. Міне бешбармақ қамыры тым жұқа етілмей, осындай әдемі етіп жайылды. Көріп тұрғандарыңыздай барлық жағы әдемі бір тегіс болып шықты. Бұл қамырды кесіп сорпаға пісіріп алсаңыздар болады, немесе манты тұшпараға да қолдансаңыздар да болады. Ал егер мұздатқышқа қатыратын болсаңыздар, онда бізге осындай пленка керек. Оның үстіне аздап ұн сеуіп алып, қамырымызды әдемілеп төсейміз. Екі шетінен пленкамыздан аздап қалу керек. Сол артық қалған жерін бетіне жауып аламыз. Одан кейін қамырды видеодағыдай бүктейміз. Екі шетін бір-біріне қарама-қарсы бүктейсіздер. Одан кейін де ауа кіріп кетпес үшін 4 бұрышты етіп әдемілеп бүктеп аламыз. Мұздатқышқа салғанда тегіс етіп салғандарыңыз дұрыс. Сол кезде біздің қамырымыз сынып кетпейді. Мен сіздерге қатқан қамырды қолданғанымды қазір көрсететін боламын. Мұздатқыштан, яғни морозильниктен шығарып 20 минутқа қойып қоямыз. Мен асығыс болғандықтан 10 минуттан соң бүктелген бөліктерді аша бастадым. Сол кезде қамыр осылай толығымен жібімегендіктен менде аздап осылай сынды. Сіздер менің қателігімді жасамай, толық жібігенше 20-25 минуттан соң ғана ашып алыңыздар. 3 адам ғана болғандықтан маған бір дуала нан жеткілікті болды. Мен бүтіндей кеспей салдым. Қамырым салған күйі бүтіндей жыртылмай, езілмей алынды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де осы рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздердің де қамырларыңыз езілмейтін, жыртылмайтын, дәмді болып шығады. Бұл қамырды тек қана бешбармаққа ғана емес, мантыға, тұшпараға, басқа да тағам түрлеріне қолдана берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Нұржамал.